Қазақтың біртуар ақын жазушысы, кемеңгер ұстаз, ғалым, ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінен кейінгі ұрпақтарға, жастарға көптеген мұралар қалдырған. Оларды бірлікке, білімділікке, имандылыққа шақыра білген. Шәкәрім туралы Сырбай Мәуленов қазақтың өлеңінің пірі болған, халқының сөзін айтар ұлы болған, Абайдың аманат қып беріп кеткен, Шәкәрім сүрмеген туын қолдан. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мансаптың тағышын, нәпсіңе билет бер, басыңның бағышын. Өміріңді сарқыл өргеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын. Қайтадан қайрылып, қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңда із қалдырсаң, шын бақыт осынып мәңгілік өлмейсің. Ажалсыз әскер. Патшалар сансыз шығын қылады, дайындап соғыс үшін ғаскерін, аямай бірін-бірі қырады. Ел алар оққа байлап жастарын. Тұрақсыз шырайын алған дүние, жұтады бәрінің де бастарын. Ел түгілі жерлер не кімие, айтпасаң моласының тастарын. Шын патша, мен емес пе уайымсыз? Баяғыда жас бала едің сен, ойың бұзылмаған көңіл. Періштеден таза едің сен, қиянат қылмаған көңіл. Ата-анаңа махаббатың, ояусыз нұр кәрмәтің, жоғары ғаршыдан затың. Анық шын бұл маған көңіл, жігіттікке жетелеген, секунд, минут, сағат деген жарылыс бұл солай деген. Балалықты ұрлаған көңіл, білем, болам, озамын деп, биікке қол созамын деп, ақыр бір тозамын деп, асығыс сырлаған көңіл. Атақ мақтан құмар пайда, өзімшілдік зұлымдық қайла, жетесің қу дедім айда, боялып сырлаған көңіл. Бұл қайда бір туыс, тысы толық іші қуыс, әлемді қылды бір уыс, тереңге зымыраған көңіл. Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдығына орай өз шығармашылығынан арнау. Қалам алып өлең жазу ойымда, бір қуат бар көрінбейтін бойымда. Шабыт қуып жыр жазуға бекіндім, ұлы тұлға Шәкәрім ата жайында. Ақындығы тебіренткен талайын, өлеңімен ашып жанның сарайын. Шәкәрімге арнау жазса ақындар мен қалайша қол қусырып қалайын. Қазақ болған жүрегінің бар мұңы, сол кездегі ел жұртының тағдыры. Шындық үшін айыпталды ұлтшыл деп, солай болды бұл биліктің жарлығы. Қыран құсым, самғар қазақ көгінде, орны бөлек әдебиеттің төрінде. Ұлы тұлға асыл ақын Шәкәрім, сенім беріп, үміт артқан еліне. Талап деген бір жүйрік тұлпар сынды, бабын таппай мінгенді қылар жынды. Тауға рама басыңды, тасқа рама, ал енді оған кісі қайтып мінді. Талап шапса ақылға мініп алып, жақсы жаман бәріне бірдей салып. Анық ақыл адымын аштырмайды, еш нәрсе одан құтылмас жетпей қалып. Талап шапса қарасам, неше түрлі халық бар. Діни маңын санасам, мұнан артық анық бар. Бұл қалай деп ойласам, мұның да бір сыры бар. Терең ойға бойласам, дәл мұнандай түрі бар. Жардың шашы сансыз көп, ол санауға келмей тұр. Анық нұры осы деп, әркім бір тал ұстап жүр. Біреу отқа жағынды, нұрдың түбі Құдай деп. Не суретке табынды, олай емес былай деп.